Қарапайым ғана мұғалім болған Құралай ханым ізденісінің арқасында аз ғана уақыттың ішінде қазақ әйелдерінің арасында танымалдылыққа ие болды. Бүгінде оны танымайтын адам кемде-кем. Кеше ғана отасқан отбасылар емес, біз 20 жылдан бері, 20 жыл мен оның армандарын орындадым. Әрдайым қасында болып, оның көлеңкесі болуға тырыстым. Қазақ азаматы болғаннан кейін көбісі қазақтар сондай ғой. Ол қатты бүйтіп танымал болуға, өзін бір шығаруға, фотоға түсудің өзі өте қиын, оны түсірудің өзі өте қиын. Ер азаматтың көмегі деген ол зияны тимесе болды емес пе? Бір кейбір ер азаматтар болады ғой, әйелін тыңдап қалған, бір сөзі жоқ, сондай болса, туф деп бір намыстанып сөйтіп кетеді. Мына кісінің әйелін саған жіберу керек екен деп. Сондықтан ол мені толық 100%, 1000% қолдайды. Бірінші жылдары ол толық менімен бірге жүрді. Қасымда менің осы аяғыма тұрғызып, нық сенім болу үшін басқа қалаға барғанда бұрын бармаған қалаларыма барып жүрдім ғой. Ең бірінші осы эзотерикаға, психологияға келген себебім қарыз болатын ақшадан. Енді ол қазір әр қазақтың әр болмаса да, енді екінің бірінің мойындағы бар нәрсе ғой, кредит деген, қарыз деген. Соны ойладым, осылай өмір бақи өмір өстіп өтіп кету керек па? Қарызбен адам сондай өмірі жетіспей. Содан оқып бастадым. Баюдың құпиялары, Боде Шефер, Брайан Трейси. Соны оқып бастағанда бір жылдары 2005 жылы Москваға бір семинарға бардым. Сол кезде көптеген қыздармен танысып, Украинаның шалғай шетінде өзім сияқты қызбен таныстым. Кейін арамыз байланыс үзіліп кетті да, осы кейінгі жылдары 2013-те ме, 14-те ме Facebook парақшалары ашылып, Instagram, әлеуметтік желілер ашылғанда, сол қызды қайтадан Facebook'тан тауып алдым. Сосын сұрап жатырмын, енді мен осындай ауылда тұратынмын, сен сондай жерде тұрушы едің ғой десем, жоқ, мен қазір Дубайда әшекей бұйымдар жасайтын өзіміздің кәсібіміз бар, күйеуіміз екеуміз көшіп кеткенбіз, шетелде тұрамыз дейді. Таң қалып қаптым. Сонда екеуміз бірдей бастағанбыз, бірдей ауылда отырғанбыз. Мен әлі Қошманбетте отырмын. Елдер тіпті Дубайға көшіп кетті деп. Іргемде тұрған Алматының өзіне жете алмай тұрмын деп. Сол маған өте қатты түрткі болды. Ит жоқ кезде шошқа үреді деген сөзді көп жазды маған. Кедергілер болды, сөздер болды. Негізі қазақта бізде мынандай ғой, біреу бір нәрсе жасап жатса, ой, сен тек еріккен екенсің деген сөз бар да. Білім арқылы келеді. Барлық қиындық, барлық жамандық білместіктен ғой. Халықтың сұранысымен қала аралап, күні-түні түзде жүретін Құралай 6 баласы мен отағасының қал жағдайын тек телефон арқылы біліп отыруға мәжбүр. Соған қарамастан, енесі мен ерінің қолдауына ие.